Теңіз аралық бірлестікті құру ой ұсынысы алғаш рет Польша басшысы Пилсудскиймен естілген болатын. Оның сондағы көздегені Балтық, Қара, Адриатика теңіздері аймақтарында орналасқан елдерді бір одақта біріктіріп, Германия мен СССР-ге төтеп беру болатын. Әрине, бұл идея Гитлер мен Сталинге жақпай қалды дағы, бұлар ол мәселеде өз мәлімдемелерін жасаған болатын. Кейін сіз білетіндей Гитлер мен Сталин өзара келісіп, Польшаны екі жақтан шабуылдап, жерлерін бөлісіп алды. Сол үшін Ұлыбритания Германияға соғыс жариялап, дүниежүзілік соғыс ресми басталып кетті. Енді міне Пилсудскийдің байырғы ой жоспары қайта жаңғырды. Оған себеп те жоқ емес. Ресей мен Германия, Франция, Италия, басқа европалық елдердің пікірлерін елемей жақындаса түсті. Ал бұлардың бастарын айналдырған Лиссабоннан бастап Владивостокқа дейінгі Европа қиялы болатын. Ресей көршілеріне сез көрсетуде. Ресей әрі де қауіпті деген Польша, Литва, Латвия, Эстон уәждеріне Германия мән бере қойған жоқ. Ресей тіпті Грузияны шабуылдап, біраз жерлерін жымқырып алғанда да, Европа төре елдері ондайлар болып қалады сынды әңгімелерін қоймады. Америка мен Ұлыбритания Путиндік Ресейге қатысты шаралар қолдауын қоштаса, Германия, Франция, Италия оған дипломатиялық қарсы болды. Ал енді 2014 жылы Ресей Украинаны шабуылдап, Қырым, Донецк, Луганскіні басып алғанда, Германия, Франция, Италия мәжбүрлі түрде қиналып, істегісі келмей, Ресейге қатысты шектеулер мен тыйымдар салуға барған еді. Әрине, Европа төре елдерінің осы қылықтары Польша мен Хунгария сияқты мемлекеттерінде ұлтшылдарды көтеріп, түбі билікке ұлтшылдар келіп, бұлар немістердің әй дегендеріне қарамай өзара ұжымдаса бастады. Өстіп, ұмытылған теңіз аралық одақ идеясы қайта жаңғырды. Бұл идеяға, яғни оның авторы Польшаға, Ұлыбритания және Америка жасырын сүйеніш болуда. Ал Путин мен Меркель кезінде Сталин мен Гитлер сияқты мүмкіндіктерінше қарсы. Осы ретте теңіз аралық одақ іргесі Польша, Литва, Украина бірегей болмақ. Және жанындағы елдерді де бірлестіктеріне тартпақ ниетте. Ал Америка мен Ұлыбритания саяси және тыншылық қамқорлық көрсетуде. Өстіп, Ұлыбритания мен Америка көмегімен Польша мен Литва Европа құрамында Германия, Франция, Италияға бәсекелес саяси күшке айналып барады. Бұл жерде Ұлыбританияның ықпалдары әсіресе таңғалдырады. Гроссмейстерлік саяси шахмат ойындары сүйсіндіреді. Ал енді Европа қайтпек? Ресейге қатысты саясатын өзгерте ме? Әлде өстіп екі полюстік боп қала бермек пе? Ол жайында келесі әңгімемізде айтылатын болады.